ассалаумағалейкум қалайсыз, жақсысыз ба? Не іздедіңіз аға? Бір футболка іздеген ғой өзіме. Футболка қазір екінші аласыз. Бірінші джинси алсаңызшы. Оған джинси таңдауыңыз. Таза итальянский, таза мата, мықты джинси 70 теңгеден алсаңыз. Қош, итальянғы ма не? Итальянды, таза итальянский ғой. Өзіңгі ма? Иә, итальянды өзіңе ғой, таза джинси ғой. Яқта Пекин деп тұр ғой. Пекин болғанда несі матасы итальянский ғой. Ол Пекинге кетті, Пекинде тігіледі. Сен қанша дедің жаңа бағасы? 7 мың ғой. 7 мың арзан емес пе Пекинге? Мен Пекин болғанда Пекинде тігіледі да Бишкекке келіп Бишкекте сатып алды ғой бұл. Таза ғой. Сен сонда маған алдап тұрсың ба сонда сен мені? Алдап тұрсың ба? Бишкектен болғанда матасы таза итальянский ғой, таза итальянский. Ей, жай жаппайсың ба есікті? Не сатып алып қойған есігің мені? Или әкенің үйінде жүрсің ба? Ассалаумағалейкум аға. Мына джинсіңіз қаншадан? Это почем? Это почем? Сколько стоит? 8050. Шариғат бойынша 3 рет кімдікі деп айтуым керек. Қайтсам екен, таптым, бүйтіп айтайын. Жоқ менде де, бірақтан қия саламын мен сүйетін пендеге. Ассалаумағалейкум, ғаламтор желісіндегі Картоп ТВ парақшасының оқырмандары. Барлығымыз білетін Алматы қаласында су құбырларын жүргізіп жатыр. Соның салдарынан Алматы қаласында көлік кептелісі еш тоқтамауда. 2015 жылы жасалған су құбырын биылдыққа тағы да жасап жатыр. Басшылық қайда қарап отыр? Бұл туралы жұмысшылардың өзінен сұрап көрсек. Аға, сіз су құбырының жарылғандарын өз көзіңізбен көрдіңіз бе? Байқап қалдым, мен ана жерлерде бұл жерде су деп атып алып өтіп бара жатырмын да бұл жерде. Не айғайлап отырсыңдар? Не айғайлап отырсыңдар деймін сендерге? Оқиын деген ниеттерің бар ма, жоқ па? Кім жазды? Дәптерлеріңді әкет. Бейсем, дәптеріңді әкет. Кабинетке кіріп қалдым ана коридордан. Дауыстарым деген бүкіл үшінші этажға естіліп тұр. Ертең ентін тапсырайын деген ойда бар ма, жоқ па? Сен немене мәз болыпсың, еңсеген? Вообще нольсың сен. Мектептен шығару керексің. Тақта деген дайын емес. Старста. Тряпканы мен сулайын ба? Мен сулайын ба тряпканы? Я, Женка. Қош. Қайдасыңдар сендер? Столовыйда? Қазір келем, күтіңдер. Балаларына соңғы сабақ па? Иә. Сендер ақырын қайт кетіңдер, мен жиналысқа шақырып жатыр. Срочно бару керек. Идеально. Майлап бересіз ба ты? Что, не поняла? Говорите по-русски. По-русски, на русский. Қалай болдым? Деньги, вот деньги. Вот так. Эй, ой, оборот қой ол. Деньги, вот, мелкий. Жоқ, мелочь. Разменять надо? Вообще мелочи нету. О, братан, бірден алмасаң, майда болмайды бұл жерде? Да? Онда... онда, тәте, один хлеб. Иди сюда. Саламатсыздар ма? Не заказ бересіздер? Маған королевский салат, креветки көп болсын. Одан кейін қара икра, ішкенге боржоми, үстіне стейк баранина. Сен не дейсің ол? Маған, не ғой мен 200 мың подписчик бар еді, тегін тамақ жеп реклама жасап берін деп айтайын деймін. Қойсай болды, конечно, ойна. Маған, мясо по-французски и мохито пересылай. Сен не жейсің досын? Мантыр. Ішкенге ше? Кисель бола сосын. Сен не жейсің? Бауырым, маған бар емес тұр. Қолдан созылған, қолдан жайылған майлы лағманың болса, сосын төртемізді 4 нан бер аға, сосын перден жабасаш болсын. Содан кейін ана майонез көп болса да, майонезді батыр жеп отырайық.
Блин, жынсың ба? Неме адам чорстып? Даже нормально тамақ істірмейсің, блин. Ауру.